Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Міне, бүгін тағы да бір өте керемет етті бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Ал кеттік, бізге қажет ингредиенттер: ұн, айран, пищевая сода, тұз және де сары май. Ең алдымен біздің сары майымыз мұздатқыштан шыққан болуы шарт. Оны осылай ұнға аунатып аламыз, содан кейін теркадан өткіземіз. Теркадан өткізіп болғаннан кейін қолымызбен жақсылап араластырамыз. Ұн мен май араласып біркелкі масса шығуы қажет. Енді айранға ас содасын салып араластырамыз. Бізде реакция жүреді. Сөйтіп айранымыз 2 есе көтеріледі. Жақсылап араластырылып көтерілгеннен кейін тұзды салып тағы да кішкене араластырамыз. Енді бағанағы ұнымыздың үстіне айранды құйып, жақсылап тұрып елейміз. Қолға жабыспайтын, өте жұмсақ, әдемі қамыр шығады. Ұндарыңызға қарай көресіздер, менде цесна ұны, менде кішкене қолға жабысқаннан кейін кішкене ғана ұн салдым. Тағы да жақсылап елеп жібереміз. Өте әдемі қамыр шығады. Осы қамырды салфанға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Бір айта кетейін дегенім, менің YouTube каналымда басқа да осындай әдемі видеоларым бар. Міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер. Менің видеоларымның астына лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Пиязды 4 бұрышты қылдырып, турап аламыз. Пиязды турап алып, фаршымыздың үстіне саламыз. Одан кейін картошкамызды тураймыз. Картошкамызды да туыры осылай кубик қылдырып турап шығамыз. Картошкамыз салғаннан кейін тұзын, бұрышын салып, жақсылап тұрып әдемі қылып араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды тоңазытқыштан шығарамыз. Қамырымызға кішкене ұн сеуіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Жаямыз. Қатты жұқа болмаса, қатты қалың болып кетпеуі шарт. Менде пешімнің формасы 30-40. Кәдімгі пештің тік 4 бұрыш формасы. Форманың астына міндетті түрде пергамент саламыз. Пергамент болмаған жағдайда майласаңыздар да бола береді. Енді жан-жағына бортик шығарып, осылай қамырды 4 бұрышты қылдырып жаямыз. Енді үстіне салмамызды саламыз, бағанағы дайындаған салмамызды. Салманы да бір келкі қылдырып, тегістеп жаю қажет. Екінші қамырымызды да жайып алып, салмамыздың бетіне жабамыз. Бетін толығымен жабатындай қылдырып жабамыз. Одан кейін жан-жағын бітеп, яғни кішкене қолымызбен қысып, жауып шығамыз. Бетіндегі қамырдың артық жерлері болса, кесіп алып тастаңыздар. Және ол қамырды тастамай, осылай бетіне гүл жасай салуға да болады. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Менде бұл жерде 2 жұмыртқаның сарысы. Сіздерде бір ғана жұмыртқа болған жағдайда бір жұмыртқаның сарысына 2-3 қасық сүт қосып жақсаңыздар да әдемі болады. Бір келкі қылдырып жағып шығамыз.
бәрін жағып шыққаннан кейін бетіне қалауларыңызға орай кунжут болмаса мак сепсеңіздер де болады. Дайын болған пирогымызды 180 градуста беті қызарғанша 45-50 минут пісіріп аламыз. Ал достар, біздің осымен етті бәлішіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның астына комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.